алатынын, қандай қылып қашқан жанды арқасынан қуалайтынын, қандай қылып күшпенен ұстап алып, жұлып алатын сондай қуатты періштелерді суреттейді. Бұның барлығы Алланың әмірін бұлжытпай орындауды білдіреді. Басқа аяттарда да сондай. Сіздің біздің иығымыздағы періштелер құрметті жандар екендігі, олар сіздің біздің айтқан сөздерімізді толығымен, істерімізді толығымен жазып тұратындығы да Құранда баяндалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан да қанша хадистер келген періштелер туралы. Адам баласы ұрық болып анасының ішінде жатқан кезінде, белгілі бір уақыт таяп қалған кезде, Алла тағала періштеге бұйрық беріп, сол періште келіп жан үрлеп кететіндігі. Содан бастап адамның жүрегі соға бастайтындығы айтылса, бір сөздерінде Алла тағала періште адамды қорғап жүретіндігі айтылады. Бір сөздерінде періште бүкіл амалын жазып жүретіндігі айтылса, бір сөздерінде періште адамның сыртынан, жақсылық жасаушы адамның сыртынан тоқтамай дұға қылып тұратындығы айтылады. Күніге таңертең бір періште тұрып, садақа жасаушыға Алла тағала еселеп берсін. Ал кімде-кім сараңдық жасап, өзінің қолтығына тығатын болса тапқанын, сол тыққандығы үшін оған кедейлік берсін деп айтатын періштелер де болады дейді. Күніге таңертең тұрып, ей халайық, жәннатты кім сатып алады деп айқайлайтын періштелер бар дейді. Білім іздеп, мешітке қарай, Алланың үйіне қарай жүрген әрбір адамның табанына қанатын тосып жарысатын періштелер бар дейді. Бір Алланың үйінде жиналып, Алланы еске түсіретін болса осындай бір сәттерде, сол жерлерге үймелеп, 7 қабат көкке шейін бір-бірінің үстіне шығып көтеріліп кететін періштелер бар дейді. Мұсылман адам қолына қылыш алып, елін қорғайым, дінін қорғайым, жанымды қорғайым десе, жанында мен де осының жанында бірге болам дейтін періштелер бар дейді. Әрбір Құран оқушының аузына Құранды алып келетін періштелер бар дейді. Біздің ұстаздарымыз сөйтіп үйрететін. Бұл өмірдің ақиқат деді. Бұны әрбір Құран жаттаған адам біледі, сезеді қандай болатынын. Бір кісі айтып береді дейді. Ұстазым осылай деп айтқанына мен күлетінмін дейді. Ой, бұл пайғамбардың қай бір хадисінде айтылған дейсін, ұстазым сопы ғой, сондай бір әңгімелерді айта береді өзі деп күлдім дейді. Жай қоя салдым дейді. Өзі Құран жаттаған адам. Со күндердің күні келген кезде үлкен жиын, пәленше қари Құран оқиды деді. Шықтым, оқы деп еді. Бүкіл 30 пара Құраным алдымда жоқ дейді. Халықтың алдына шықтым дейді. Ал оқы. Еш аят келмейді дейді. Бәрі қашып баратыр дейді. Анау аятты бастайын, бас жағы бір аяғы жоқ. Тағы да бастайын, болмайды. Басқа аятты бастайын, болмайды. Тіпті бір адам отырып, лұқма айтып отыр дейді. Аяттың жалғасы бұлай десе де, жалғастырамадым дейді. Ұстазыма бардым, басын салбырадым. Сонда айтты дейді ұстазым, есіңде ме айтқан? Әрбір аузыңдағы Құран әріпін саған періште алып келеді. Сондықтан сіз егер Құран оқуға Алла таманынан мархамат тапсаңыз, сіздің тіліңіз калимаға келіп, әлхамдыны, құл-хуалланы оқысаңыз, онда қуаныңыз. Алла тағала сізге сол Құранды оқытуға нәсіп етті. Өзінің сөзін, Алланың сөзі қандай екенін білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір палшы болады. Өте атақты палшы екен, жындары керемет, бәрін білгіш. Сол палшы айтады: аспанда бір нәрсе тұр дейді. Не тұрғанын білмеймін. Бірақ жақсылық, жамандық дейді. Неге ондай десе,
Бұны Құранда айтылады. Жын сүресінде айтылады бұл. Біз аспанға шығып, жындар айтады. Аспанға шығып, періштелердің сөзін ұрлайтынбыз, сөйтіп егелерімізге жеткізетінбіз дейді. Палшыларға жеткізеді екен сөз ұрлап. Бірақ сол аспанға бір шыққанымызда, жеті көктен, мына дүниенің аспаны, ең жақын аспанға бір нәрсе түсті. Тола періште қоршап тұр дейді. Жанына қандай мен деген жын барса да күйіп кетті дейді. Түк қалмай. Сонда барып бір-бірімізге айттық дейді. Бұл жер бетіне келе жатқан е жақсылық, е жамандық. Бірақ не екенін білмедік. Бұл Құран еді. Бұл Құран еді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға 23 жыл бойы түсуге 7 қат көктен сіздің біздің мына тұрған дүние аспанымызға жақындатып алып келген Алланың Құран еді. Сол Құраннан бұйрықты Жәбірейіл алейхиссалам 23 жыл бойы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның жанына әртүрлі суреттерде келіп серік болып тасыды. Сіздің біздің оқып жатқан Құранымыз міне осындай үлкен құдірет иесі. Бұл мұғжиза.